көзі күлімдеп, орман іші жайқалып тұрған бір күні қоян су ішуге өзенге бет алды. Қолында жарқыраған таза шелек. Жол жөнекей, ол кірпіге жолықты, сонша әуреленбей-ақ қойсаңшы. Кір шелекпен де су іше беруге болады ғой, деді кірпі еріншектікпен. Бірақ қоян сабырмен жауап қатты. Су табиғаттың сыйы. Оны тек таза ыдыспен ғана ішу керек. Сол сәтте көктен қарлығаш самғай ұшып келіп, қоянның сөзін құптады. Дұрыс айтасың, қоян. Таза ыдыс, таза денсаулықтың кепілі. Қоян өзеннен мөлдір су әкеліп шөлін басты. Ал кір шелек ұстаған кірпіге су берілмеді. Күн ыстық, шөл қысқан еді. Ұялған кірпі үнсіз қалды. Міне, енді сен де тазалықтың маңызын түсінген шығарсың, деді қоян күлімсіреп. Кірпі басын изеп, енді мен де шелегімді жуып барып су аламын, деді. Содан бері кірпі де тазалықты сақтайтын болды. Ал ормандағы жануарлар бұл